Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыз өсімдік атауларынан қалыптасқан тұрақты тіркестердің этнолингвистикалық сипаты. Бұл өзі 3 сағаттық сабақ. Бүгін біз бірінші сабағы, яғни дәрілік өсімдіктер, қазақ емшілерінің дәріханасы, күшара өсімдігі және ол өсімдіктерге қысқаша тоқталып өтеміз. Жалпы біздің ата-бабаларымыз өсімдіктердің ерекшелігін тани біліп қана қоймай, сонымен бірге мыңдаған жылдар, мыңдаған ғасырлар бойы соларды сұрыптап қолдана келе көптеген өсімдіктердің дәрілік емдік қасиеті бар екен, әрі соған байланысты қалыптасқан тұрақты тіркестер бар екенін бізге жеткізген. Бұл тұрақты тіркестер қазақ халқының рухани байлығы, мәдени өмірінен, салт дәстүрінен, жалпы өмір сүру тіршілігінен біздерге хабар береді. Сан қырлы заман қойнауынан қазіргі медицинаға дейін жеткен химиялық құрамы әртүрлі емдік өсімдіктер де ұзақ жылғы эволюциялық үдерістердің жемісі, яғни оған жүздеген жылдар қажет болды. Себебі адамдардың тұңғыш ұстазы ол табиғат, алғашқы дәріханасы орман мен дала болды. Таза қазақ тілінде жазылған, ғылыми мәнге ие, толыққанды медициналық еңбек деп саналатын, біраз ғалымдар мойындаған, біраз ғалымдар мойындамаған Тілеуғабыл Өтейбойдағұлының шипайырлық деген баян кітабында жалпы дәрілердің ұзын саны 1384 деп көрсетілсе, соның 859-ы өсімдіктің түрлерінен алынған екен. Қазақ емшілерінің ауыр сырқаулармен ұзақ жылдар күресу барысында қолданып келе жатқан алуан түрлі дәрі-дәрмектерінің қайнар көзі ұлы табиғат және табиғат дүниесіндегі хайуанаттар мен жәндіктер. Тұрмыс тіршілігін табиғат пен қоян қолтық бірлікте өткерген халқымыз өміріне, күнделікті тұрмысына қажетті дүниені табиғаттан алған. Бұл орайда табиғаттың тылсым сырларын игеріп, оны адам қажетіне жарата білген халық болғандықтан оның тәжірибесін ерекше атауға болады. Мысалы, таулы аймақтарда, жайлауда өсетін мамыр шөбі балалар аурулары, қызылшаға, іші ауырғанда қолданылса керек. Бұл шөптердің кереметтігін айқындай түсетін мақалда қалыптасқан. Мысал үшін, мамыры болса балайым үлбәтәлі, тауықтардың айтуы бойынша, яғни мамыры болса баласы өлмеседі. Бұл мақалаға мағынасы жоқ, айналайын жалғызым қасиетіңді білгенде өлмес еді жалғызым тіркесінде айта кетсе жөн болар еді. Бұл тіркестерден өзінің білместігінен, білуге ұмтылмағандығынан, ардақтысынан айырылып бармаған істеген, болмаса басына іс түскенде, соның алдын кесетін шаралар жүйесін ойластырып, іске асыра алмау, қиюын қиюластырудың ретін келтіре алмағанынан улы өкінішке тап болған адамның назасы, ақ руын көреміз. Мамыр ауызекі тілде халық арасында қолданылатын сөз, оның әдеби және ғылыми тілдегі атауы ащы жусан, кермек жусан, ермен. Кермек аталу себебі оны жеген сиырдың саулықтың сүтінен ащы кермек дәм шығады. Сондықтан да оны малшы қауым кермек жусан деп атаған. Ал жақшаның ішінде вермут деп беру себебіміз, немістер өздерінің осы аттас шарабын жусанның тұнбасынан жасайтын көрінеді. Жалпы мамыр сөзі қырғыз, тува, хакас тілдерінде тыныш, бейбіт, береке мағынасын береді. Ал мамыр айының бұлай аталуы шаруаға жайлы, жағымдыланан болса керек. Сонымен мамыр болса баласы өлмесе де тіркесі жанға тыныштық беретін мамыр, яғни жусанның болса бас аман болар еді дегенді білдірсе керек. Қазақ халқында ауруды емдеу үшін сонау көне заманнан келе жатқан жусанның бір түрі дермене қолданылады. Оңтүстік Қазақстанда атап айтқанда Шымкент облысының Шаян, Арыс, Шәуілдір аудандарында өседі. Дерменені ішек құрта ауруын емдеуге қолданады. Жергілікті тұрғындар оны ем үшін кептіріп, ұнтақтап, шайға салып та, тамаққа қосып та пайдаланған. 1830 жылы дермененің құрамында болатын сантанин затын лабораториялық тәсілмен анықтап,
50 пұт дерменеден 1 пұт сантанин алынатын. Ал оған шикізат ретінде қазақ дерменесі үздіксіз келіп жатты. Оның 1 пұты үшін қазақ 6-8 тен алса, ол Германияда 19 сом тұрды. Сосын дермене өскен жерді орыс көпесі Савенков жалға алып, 1838 жылы Шымкентте сантанин шығаратын зауыт салдырды. Шымкент сантанины 1978 жылға дейін шығарылды. Дермене басқа бір жерде табиғи жағдайда өспейді. Изящество и красота дармина идеальна. Форма и цвет лаконичны и просты. Среди сонма полыни, цветварная полынь, как породистый конь среди разнолистных сивок. Стебелек дармина имеет форму кипариса. Все веточки густо усеяны мелкими, как бусинки, цветочными бутонами. Четко вылепленная яйцевидная форма с черепичато-выпуклой поверхностью. Ничего лишнего. Ничего обычного для полыни и волосков. Опущения нет. Вот оно, какое цветоварное семя деп, Массагетов дермене жусанды тамаша суреттейді. Бұл ісі 1921 жылы өз қаражатына Шымынайғадан Ташкентке дейін 144 күнде жүріп өтіп, көптеген құнды мәліметтер қалдырған. Ал асқазан, бауыр, бүйрек, өкпе өстіктеріне қолданылатын Қарағанды фитохимия институты қабырғасында жасалып, дайындалған дәрі-дәрмектердің дені табиғи өсімдіктер құрамынан алынған. Арқаның бүкіл өсімдік әлемі зерттеліп, 84 түрінен дәрі-дәрмек жасауға болатыны анықталған. Иллинойс штатындағы онкологиялық орталығының профессоры Рэй Криспеннің айтуына қарағанда, жусанның сирек кездесетін түрі тықыр жусаннан алынған арглавинге тең түсерлік препарат әзірге әлемде жоқ. Тіпті 14 ғасырдағы Соляринский кодекс здоровья туындысында жусанды ісікке қарсы қолдануға болатын жазылған. Сондықтан да болар айықтыратын, шарапатын тигізетін ем, шипа болғандықтан дермене дару деген тіркес қалыптасқан. Дару парсы сөзі. Бойға дарысын, шапағаты тисін, ем болсын деген сөз. Жусанның осында емдік қасиеттерінен басқа, оның таңғаларлық бір ерекшелігі адам бойын балқытып, зейінін ашатын, түсініксіз сезімдерге жетелейтін, қазақтың бүкіл сана сезімін билеген иісі. Жалпы дала перзенті үшін жусан қасиетті киелі шөптердің бірінен саналады. Алыс сапарға аттанарда жорыққа шығарда ер азамат жусанның бір шоғын бойынан тастамай, жақсылыққа сайып, ырымдап, қара орманына аман-есен оралуына кер даласының бір бөлшегі тілекші болсын деп ала кетеді. Себебі жусан иісі қазақ үшін отаны, кең даласы, бостандығының белгісі іспеттес. Мысалы Майковтың «Ему-то песен наших спой, когда же на песен не отзовется, свежи пучок емшан сухой, и дай ему, и он вернется». Бұл сөздерді ақын Қыпшақ ханы Сыршанның бауыры Атырокты өз еліне қайтаратын басқа амалы қалмағандағы жасаған тәсілі. Кім-дегім адамның жан сарайын ашатын жусанның кермекте саумал иісін сезінетін болса, көз жетпес жусанды даладағы түтінді мұнартқан қара шаңырақ киіз үйді самал желмен ілесіп келген дала даусын мәңгіге ұмытпастай бой ұрады. Көріксіздеу келген жусан адам жаны мен сезімін билеп, парасаттылығы мен адамгершілігін ізгілендіре түсері даусыз. Қазақстан тауларының тасты болып келетін оңтүстік шатқалдарында қысқа бойлы көк піңгөк бұта өседі. Бірде-бір жапырағы жоқ. Жасыл көк бір жылдық бұтақ өркендері жуан сабақтың ырғалып тұратын шоғында өсіп жетіліп, жаздың ортасында бұл бұтада қызғылт не сары түсті тәтті жеміс пайда болады. Осы кезде ол ақшуланып, өзгеше көркімен алыстап көрінеді. 40 пұн тәрізді таулық бұл эфедра бағалы дәрілік өсімдік. Оны операциядан соң тыныс демікпесімен ауырған, өкпе ауруына, тұмауға ем ретінде пайдаланған. Қылшаның қатысуымен не істесең де еркін, бәріне де көндім, ауыртпалықты қылша мойным майысқақ талша, яғни сынып кеткенше көтеруді деген мағынада қылша мойным талша атты тұрақты тіркес қалыптасқан. Ауыл арасында өсетін және көп тараған улы өсімдіктердің бірі меңдуана. Меңдуананың дән сақталатын қауашағы өте әдемі және өсімдік бұтақтарынан ыңғайлы орналасқан. Оның жұмсақ әрі уақ дәндері өте улы.
Меңдуана қырғыз тілінде меңдубана, ұйғыр тілінде бәнги дивана, өзбек тілінде банги дивана. Бұл сөз түркі тілдерінде Иран тілдерінен кіргендігі байқалады. Тәжік тіліндегі банги дивана дербес екі сөзден жасалған. Бірінші компонент сол тәжік парсы тіліндегі банк, үнді қарасорасы, канаплясы. Осы өсімдіктен алынатын наркотиктер түрі. Екіншісі де сол тілдердегі дивона, ақылынан адасқан, есерсоқ, есуас деген мағынаны білдіреді. Меңдуана сөзінің этимологиялық сырқ оның қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктеріне сәйкес кейбір тұлғалық өзгеріске ұшырауына байланысты болып отыр. Осы меңдуананың қасиетіне байланысты меңдуана жегенсің ба, қара меңдуана жегенсің ба деген сөздер, тіркестер қалыптасқан. Яғни адамның қалыпты жағдайдағы іс-әрекетіне қарама қайшы келетін түсініксіз іс-әрекеті болған жағдайда меңдуана жегенсің ба деп айтып жатады. Осы меңдуанаға байланысты ұйғыр тілінде, тәжік тілінде де, басқа тілдерде де тура осы мағынада сөздер қалыптасқан. Ендігі біздің сөз қылайық деп отырғанымыз биіктігі 20-30 сантиметр болатын көп жылдық өсімдік. Ол туралы өткен сабақтарда айтқанбыз, тағы да біраз айта кетуге болады. Жалпы бұл күшәлі өсімдігі осы біздің Семей облысымызда Ақсуат жерінде Тапы тауында өседі. Ол күшәләні сол жергілікті тұрғындар, үлкен адамдар біліп, бұл жаңағы алғаш көктемде гүлдеген кезде бәйшешектің бір түрі соның түбіне қазық қағып кете отырып, содан кейін күзде қуарған кезінде барып оның тамырын бөліп алады екен. Оның тамыры ақ пышақ, қара пышақ делінді екіге бөлінеді. Яғни жаңағы ұрғашы ақ түрін көбінесе сол емдік қасиетіне байланысты пайдаланады. Соған байланысты күшәлі жегесің бе, көп жұртқа күшәліға жолығады, тағы да басқа көптеген тіркестер қалыптасқан. Енді біраз улы өсімдіктердің атын атап өтейік. Оны тағы да басқа сабақтарымызда тоғынан қарап өтеміз. Бұл жаңағы бәрпі, уғырғасын және жапырақ деген сияқты өсімдіктер. Бұларды да қазақ өзінің емдік қолданған ем ретінде, дәрі ретінде, әсіресе жаңағы жыртқыш аңдарға байланысты соны өліксеге қосып беретін болатын болса, жыртқыш аң сол маңайға қайтадан жоламайтын болған, әрі ол сеспе қататын болған. Тағы да басқа малдың әртүрлі ауруларына пайдаланатын болған, тағы да басқа көптеген жағдайларда пайдаланады және оған байланысты тұрақты тіркестерде қалыптасқан. Жалпы қазақ өсімдікті, оны көк деп атайды қазақ. Бұл өсімдік деген сөз кейінірек 20-шы жылдар шыққан сөз. Яғни көкке байланысты көптеген сөздер бар. Көкті баспа, көкті жапырма, көгің жапырылмасын, немесе обал болады, көкті баспа. Тіпті көкті басып кеткен адамға, немесе бір ұнамайтын қылық жасаған адамдарға көкті солғыр деген сияқты қарғысты айтып жатады екен. Көкке байланысты басқа да тұрақты тіркестер өте көп. Оны сіздер өздеріңіз сабаққа дайындалу барысында соған қатысты тұрақты тіркестерді жинап, соларға этнолингвистикалық талдау жасасаңыздар өте жақсы болады. Ол дәрісті бекітуге байланысты сұрақтар сабақтың соңында берілді. Қазір өздеріңіз көресіздер. Жалпы обал сауап ұғымдарының мәнін түсіндіріңіз. Жалпы табиғатты аялауда қамқорлықты насихаттайтын қандай ырым, тең сөздерді білесіз. Соған біраз материалдарды дайындап әкелсеңіздер болады.